Алматы қаласында цифрлық форматта көрсетілетін мемлекеттік қызмет түрлерінің саны уақыт өткен сайын артып келеді. Мысалы, қалалық сәулет және қала құрылысы басқармасы тұрғындарға мемлекеттік қызметтің 11 түрін ұсынса, соның 5-еуі қазір электронды түрде жасалады. Ал 2020 жылдың соңына дейін толық цифрлық форматқа ауысуды жоспарлап отыр. Вот эти оцифрованные данные позволяют теперь без обращения государственных органов рассмотреть, какую квартиру ты, в какой квартире какую ты перепланировку можешь сделать. Бұрын пәтердің жобасын өзгерту үшін сейсмология институтына барып, үйдің қабырғаларын зерттеуге тапсырыс беру қажет болатын. Оған қосымша қаражат пен уақыт кететін. Ал үйдің цифрлық төлқұжатында ғимараттың қандай материалдан салынғаны, кірпіш пен бетонның қалыңдығына дейін жазылған. Оның үстіне жаңа жүйе қарапайым әрі оңай. Мысалы, қызыл сызықты қабырғаға тиісуге болмайды, ал көк сызықты қабырғаны өзгертуге рұқсат деген сөз. Сондай-ақ Алматыда сәулет жоспарлау тапсырмасын беру электронды форматқа ауыстырылған. Она полностью оснащена всеми. Жүйе қажетті ақпараттық ресурстармен толық жабдықталған. Адам үйінен шықпай-ақ өтініш бере алады. Бұл өтінішті жүйенің өзі өңдейді. Ол картадан нысанның қайда тұрғанын және осы ғимаратқа жақын маңдағы инженерлік желілердің барлығын көрсетеді. Сонымен қатар жер телімін игеруге байланысты талаптарды да қаперге салады. Бұның барлығы адамның қатысуынсыз жасалады. Жалпы Алматы қаласында цифрландырудың 5 басым бағыты белгіленген. Олар білім, қауіпсіздік, денсаулық сақтау, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы және қоғамдық көлік саласы. Осы бағыттар бойынша қалада 40-тан астам жоба жүзеге асырылуда. Соның бірі қоғамдық көлікте жол ақысын электронды төлеу. Қазіргі таңда Алматы қаласының тұрғындары немесе қонақтары қоғамдық көлікпен жүрген кезінде 97% тұрғындардың осы электронды төлеу жүйесі арқылы қолданады. 3 қана пайызы тек қолма-қол ақша беру. Бұл көрсеткішті біз енді жылдан жылға арттыруға біз тырысамыз. Балабақша мен мектепке тіркеуді электронды жүйеге ауыстырылған. Барлық мемлекеттік медициналық мекемелерде бірыңғай ақпараттық жүйе енгізілген. Қазіргі таңда 1 миллионнан астам қала тұрғынында электронды денсаулық паспорты бар. Цифрландырудағы басты мақсат мемлекеттік қызметтерді қолжетімді әрі қолайлы ету дейді мамандар. Ұлан Нарынбек, Серік Бақпаев, қорытынды жаңалықтар.